достар, Қарақалпақстан телеканалында сіз күткен ауа сізге айтып жатырмын. Һәм күлкі құмар тамашагөрлерге арналған әзілкеш көрсетуі. Бүгінгі көрсетуімізде яқшы, өздеріңіз көріп аласыз. Демек әзілкеш. Күтіп алың, Юморбек. Ассалаумағалейкум. Қарақалпақстан телеканалында әзілкеш көрсетуі. Неге өлкемізге бәһар маусымы жақынлап қалды. Біз негізі бәһар маусымын асығыстықпен күтеміз. Мысалы, бәһар тезірек келу үшін, хаттекі феврал айда 28-нен таусылады екен. Сол бәһар тезірек келсін деп. Енді телетамашагерлерге бір өтінішіміз бар. Телевизор атырапына жақынлап, көпшікке жамбасылап, қолайласпаған болсаңыз, бір өтінішіміз телевизордың дауысын сәл бәлентірек қоямыз. Яғни елде шығарамыз. Оп, енді болды. Енді біз негізі жүда күлкіге бейім қалыппыз. Сөздеріміздің өзі күлкіге жақын. Мысалы қандай? Алма деген, мейуе алма деп айтамыз, бірақ оны біз аламыз. Алма дейді, бірақ аламыз да. Мысалы, милли ауқатымыз бар, турама деген, турама дейді, бірақ оны бізде тураймыз да. Мысалы, нетсе не қыламыз ғо деген сөз бар, бізде. Нетсе не қыламыз. Нетсе не қыламыз ғо, нелерді не қылдыңыз па дейді. Нетсе нелерді не қылып жіберің. Сіздер не қылып отқан шығар, көп не қыла бермей. Сіздер не қылып отқан болсаңыз, көп не қыла бермей. Біз әзілкеш көрсетуін не қыламыз? Бастаймыз. Дұрыс. Енді қысқа хабарлар. Көпшілік азанда ерте тұру үшін будильниктен пайдаланады. Біздің Қарекеңнің будильнигі қандай? Біздің Қарекеңнің будильнигі тұр балам, оқудан кешіктің дейді. Бұл Қарекеңнің будильнигі дейді. Сериал көре беретұғын бір жігіттің хаялы ең қызық жеріне келгенде төркініне кетіп қапты. Жақында іші піскен ілімпазлар ит пен пышықты шағылыстырыпты. Нәтижеде пайда болған хайуан үйді де қорыйды, тышқанды да аулайды екен. Енді ілімпаздарға хайран қаламанда бір нәрсе жаңалық ашады ғой, бір нәрсе ашса кейін жаумай кетіп қала береді. Үйінде есік жоқ па деп ойлаймын да мен. Милли ойындар бар, қашарман, шүлік, асық деген ойындарды кішкентай балаларымыз ойнап тұру үшін бұл милли ойындарымызды компьютерға кіргізу керек екен. Ане сонда ойнап бастайды екен. Енді демек ендігі рубрикамыз бала тілі пал деп аталады. Демек біргелікте тамаша қыламыз. Таныс боламыз. Атың кім? Иман. Иман. Жақсы. Неше жастасың? 5-те. Иман, сен үйің қайерде? Су есінде құмда деп болайсың. Бұрыласың, сөйтіп, сен жүресің бе? Жоқ. Не үшін үлкен қызлар боянады? Оқуға барасың. Не үшін ағалар, апалар жұмысқа барады? Ақша табасың. Неге балалар қуыршақпен ойнамайды? Қыз емес болсын. Қыз емес болған үшін, Атың кім? Қызира. Ажапалар неге бояна береді? Тойға кету үшін. Неге қызлардың шашы ұзын болады? Өсіру үшін. Неге балалар кішкентай болады? Шашы жоқ болған үшін. Ой, нағыра костюмы бабушка сұлу екен. Атың кім? Елдос. Елдос, жасың нешеде? 2-де. 2-де? Жақсы. Елдос, үйің қайерде? Жерде. Неге қызлардың шашы ұзын болады? Тарау үшін. Оқияш түнде қайқа кетіп қалады? Басқа балаларға. Тоқ қайықтан келеді, тоқ? Тоқ күнден. Күннен? Таныс оламыз. Атың кім? Азамат. Азамат, сен үйің қайерде? Сен атың кім? Дәулет. Үлкейгенде кім боласың? Үлкейгенде папа. Не үшін мамалар, апалар, ажапалар неге бояна береді айнаң алдына бар? Оласын баға бару үшін. Дос деген не? Дос деген дос. Сол тоқ қаяқтан келеді? Тоқ базардан. Танысамыз. Атың кім? Ғазиза. Жасың нешеде? 4-те. Ватан деген не?
Sevgi өстеген қош қайту керек. Сонда мектепке 5-ке есем, 10-ға есем санап ояну керек. Болмаса санап оянбесек бөпе боп қаламыз. Сөйтіп күмсәйтті отанның күпасына барамыз. Папа мамалар неге жұмыс істейді? Ақша табу үшін. Ақшаның не керек бар бізге? Ауқат пішіру үшін. Болмаса ақша жоқ болса, ауқат пішіре алмай қаламыз. Кештен кеш жақсы, салдамы жүргеннен әзілкеш жақсы. Еслетіп өтеміз, әзілкеш көрсетуінің қауындары Мұратбек мебел жауапкершілік шекленген жәмияты. Енді біз сондай бір мейман дос қалыппыз. Мысалы, үйге келеміз ғой, жұмыстан келген уақытта сол аялым әуре болмасын деп, мұздатқышты ашып, бір жейтін не бар деп іздейміз да, бірақ тәуелі зат таппаймыз жейтін. Асханада болып, я мұздатқышта болып. Бірақ сол уақыттың өзінде үйге қонақ келіп қалса, дастархан толып қалады да. Білмеймін қаяқтан табады. Соның үшін біз еркектер үйге қонақ ертіп келгенді жақсы көреміз да. Демек, енді ендігі нәубет, мейман менен сәубет. Студиямызда диван бар, диванға келетіған мейман бар. Демек, бүгінгі көрсетуіміздің мейманы. Нұхал сыйлығы лауреаты, Алтын суын сыйлығы иесі, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артист. Эстрадамыздың ажайып таланты Мақсет Өтемұратов. Мархамат. Ассалаумағалейкум, тамаша көйлер, құрметті жастар. Осындай бір ажайып көрсетуге мейман болғаныма жүдә қуанышты болып тұрмын. Сіз мейман отырың. Мен екен ол мейман. Сіз ғой мейман, сіз отырың. Біз онда қош кепсіз. Рахмет. Мақсатаға кейфиятлар қалай? Кейфиятлар осы көрсетуге кіріп кетірганда жақсы болды ғой. Жақсы. Жақсының ам жоғарысы да. Жақсы. 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 Мақсатаға 2016 жыл қалай басыланды сіз үшін? Енді 2016 жыл менің үшін, халқымыз үшін, мен ойлаймын жақсы басыланды. Әжайып. Әсіресе сіз үшін оғыр жоғары жақсы басыланса керек, себебі әзілкеш көрсетуін тазадан міне жақсы гербіш күйіп атырыпты деп еді, Ава, кеше көмек айтып, Байрам Пердебай бәрі келді. Міне Нөкіс қаласының түнгі көрсін аған екенсі. Айна ғой, ар жағы Нөкіс міне. Айна ғой. Мақсатаға, палуанның қосқышыға айлануынан не себеп болды? Біздің халықта бір маңайымызға жазғаны боларда деген заты бар ғой. Қосқышылық тарауына, мәселен, қосқышылық кәсіптен сол маңайымызға жазған шығар. Сол бір аз кем қосық айтып, сол кішкене сол халықтың ітібарына, қала берсе сондай ықыласпентлеріміздің ітібарына қазанғаннан кейін қосқышылық қойып кету үлкен бір күнә деп ойлаймын да. Соның үшін мәселен палауды әкеліп алдыңа беріп болғаннан кейін жаңа жиын деп атқан кезде алып кетіп қалғандай зат. Болмайды, болмайды. Мақсатаға КВН тарауына қайтсақ, Туран командасында ойнап жүріп, рөл ойнағансыз, бір тек қосық емес қой, біз көргенбіз енді. Ең бірінші қонақтар зеректерде ойнаған рөліңіз қандай? Институтқа студент болып кіргеннен кейін, қонақтарым зеректер жарыстары болды, әр мектеп дәуірінде санат байрам болды. Барлық уақытта көбінше менің ойнағаным ғарының образын еғылатым. Әсіресе мархум ұстазымыз, Өзбекстан Қарақалпақстан халық артисті, Бердіғ атындағы сыйлықтың лауреаты Шамрат Өтемұратовты көп етем да. Мектеп дәуірінде де студентлік дәуірде де. Фамилиясынан десең, фамилияда бір фамилия ғой енді. Мақсатаға сұрау ғой, көбірек ғарының образында ойнайтын деп, сонда сыр болмаса кемпіріңіздің болады еді сол кезде деген. Кемпірді көп өзгертетін. Сондай ма? Себебі шаққан ғар болғансыз ғой. Енді әрқилы образларда болатын еді. Рахмет, 15 жыл, 20 жыл артқа қайтарып атқаныңызға сізге есіме түсіп кетті. Сонда сахнада тұрып, орыс күшен болған, мағанам шеп болған жоқ. Үшта такойды ауылда әммеден бұрын өзіміз үйренгенбіз деп айтатын.
Мақсатаға жаңа айтып жатырмыз, сахнада бір әзілдерде ойнап шыққансыз, кейін қазір қосықшы. Ол ма адам күлдірген аңсат па, я қосық айтқан аңсат па? Мен ойлаймын, қосық айтқаны аңсат емес. Адам күлдіру одан 5 бедер аңсат емес та. Енді біз сіздің қосықларыңызды тінткілеп, зертлеп шықтық. Адам күлдірген аңсат емес екен, қосықларыңыздың ішінде бар екен да. Бірге тыңлап көрсек қалай болады? Мархабат музыка. Bir külmedin güzel perişte. Bir külmedin güzel perişte. Рахмет. Рахмет. Енді Мақсатаға бір күлмедің көзал періштем, бұл қосық студент уақытымыздан, ядымызда. Сол күлмей кеткен періште аз қаяғында аға? Әзір үйде күліп, ойнап, сол балаларды бағып атыр. Шайшын аға, кішемдікіндей, сол періштенкіндей болмауы мүмкін, бірақ әйтір Мақсатаға қосықшы қалқын түсінеміз, күн-түні репетиция, театрда боласыз. Енді перзент тәрбиясына уақыт бөле аласыз ба? Перзент тәрбиясына сол үйдегі жеңген бәрі. Ата-аналар жиналыс болады мектепте, оған барып көрдіңіз бе? Енді бірақ өтірік сөйлей алмаймын, енді телевидение бәрі көрсетіп тұрыпты. Әзір менің мәселен балаларымның класс басшылары көріп отырыпты. Вау, мақтанып, бараман анауа деп отырыпты. Бір етем келген жоқ қой деп айтуым мүмкін. Соң үшін мен өтірік сөйлемеймін. Кішен барады? Жеңген барады. Ата-аналар жиналысына барып көрмедім ғой. Бір жағынан оған дұрыс шығар. Мысалы, ата-аналар жиналған, бұқты ата-аналар жиналса Мақсат Өтемұратов келді, жиналысқа. Жиналыс бір жақта қалып, автобусқа. Неле болатын шығар енді. Яқшы, енді Мақсатаға неше жылдың қосықшысыз, ұлма репертуарыңызда неше қосық бар? Енді репертуарымызда енді ұлы ұстазларымыз атқарып кеткен Қарақалпақ халық қосықларын мен біргелікте қосып есептағанда 100-ден асылам. 100-ден асылам қосық. Яқшы, Мақсатаға мысалы мен өзім 12 деген санды жақсы көремін. Сізге қандай сан ұнайды? Маған 7 ұнайды. 7? 7-ге 7-ні қоссам 14 ұнайды. 7-14. 7-ге 1-ді қосып берсең 8 ұнайды. Яқшы, 7, 1, 8. Біз енді сіздің қосықларыңыз және сол көп шығу пайтында сізге негізі 3 деген сан ұнайтын біз өзіңізден білмеген алда 3-ті ұнатады екенсіз аға. Ел қадесі 3 деген разау деймін. Сізге 3 ұнайды екен негіз. Мархамат, қосықларыңыз бір тыңлап көрсек. 1, 2. Енді Мақсатаға сіздің мейман болып келетініңізді естіп, бізге интернет арқылы бірнеше сұраулар жетіп келген. Мақсатаға депті, сіз туысқандарыңызға жүдә мейірмансыз. Ана хақында қосықларыңыз бар, әке хақында, ажаға деген қосығыңыз бар, қарындас хақында қосығыңыз бар. Енді мына дайы һәм бөлелеріңізге арнап қашан қосық шығарасыз деп бөлеңіз мінәжат дейін дейді. Бұл енді ондай қосықлар егер шайырлар шығарса болды, менден музыка тайын тұрыпты қашан. Сондай ма? Алдын ала, иә? Яқшы, онда мінәж естіп отқан болса, шапалақ керек ау мінәжға да? Мінәжат дейін естіп отқан болса. Және бір сұрау, хат арқылы. Сәлем Мақсатаға, депті, сіз қонақларым зеректерде Дәлбай Мәмбетмұратты пародия істедіңіз. Сізден соң Байрам Пердебаев пародия істеді. Қазір екеуіңізде қызмет көрсеткен артист болдыңыз. Ойласық қой, мен де Дәлбай ағаны пародия істеп көрсем қалай болады деп атын сыр сақлауды өтініш етіп, тек фамилиясын жазып беріпті, Разымбетов дейді. Қандай мәслихат бересіз? Дұрыс, енді пародия қылған, мәселен, біреулерге ұнамауы мүмкін, біреулерге қапа болуы мүмкін, бірақ о пародияны
қандай инсанды пародия қыласың? Жақсы инсанды, ұстазыңды, қылықларын. Бірақ пародия қылғанда пародияның бір несі ұстазың қылмаған қылықларды тіпті бөлттіріңкіреп берсең, тамашагерлерге қызығырақ болады һәм жақсы қабыл етеді. Рахмет дейміз. Енді және бір интернет арқылы жетіп келген сұрау. Қазір сериалдар көбейіп жатыр. Сіздің Қазылардың қанатында деген қосығыңыз шықты. Онан соң Қазылар театр деген қосық шықты. Бұл қосықтың ізі бар ма дейді. Құда қаласа, сол қосықларды ізлерін жазып жатқан шайырларымыз және түніменен қалем шайнаса бар болуы мүмкін. Мысалы, Қазылар қона жақ, Қазылар жүз жүртті, Қазылар айлам театр деген дейді, деп не қылыз берген енді. Деп сұрау жоллаған құс бағушы біреулерден ilham дейді ғой. Яқшы. Және бір сұрау бар. Сәлем Мақсет аға депті. Сөйтіп, сізге орын қалдырып кетті да, сәлем деп сіз айтуыңыз керек екен. Сәлем Мақсет аға депті. Сәлем. Рэп хақында қандай пікірдесіз? Жақында концертіңіз болacak, сонда рэп айтып шықсақ бола ма деп MC Ринет депті. Жақсы пікір. Мәселен, мен рэпке ешқандай қарсылығым жоқ. Ол жанрам керек. Ол жанрам керек. Ол жанрдан түсінетұғын жастар керек. Егер мағанам сондай текстілері, мазмұны жақсы бір рэп жазып келсе, мәселен, жас композиторларымыз, жас композитор емес енді. Мен білмеймін, бірақ рэппер шығар. Рэпперлер болса, әкесе қолдап қуатлайсыз. Қолдап қуатлаймыз, һәм қасында бірге айтамыз. Деу керек пе қандай? Мақсеттен бір рэп айтып жатыр, қалай білесіз. Деулерінен үйретсе болды. Саясында отырсам талдың. Яқшы, көрсетудің аты Әзілкеш. Сол үшін енді бізге келген мейман бір әзіл айтып беру керек, бір пародия істеп бересіз бе? Апа ұсты шөрегін сағындым деген қосықты айтып берсең. Қараң достар, сарғыш тартқан келбетіме, дәртлерім бар тырнап тұрған жүрегімді. Бір ай болды пақтаға деп кеткеніме, сағындым ғой апау ысы жүрегіңді. Ойланаман пақта бетте күніменен, түслеріме кіресізлер түніменен. Папау, апау, жылап көз жасымды, сыпыраман күпай кімнің жеңіменен. Қандай әжайып. Зор. Әжайып. Бүгінгі Әзілкеш көрсетуіне қымбатты уақытыңыз бөліп келген үшін сізге аз да болса бір сауғамыз бар. Енді сіз бәрі көркемөнер тарау болғаннан кейін айтады ғой, Қарақалпақтың өзі шерт білмесең ем үйіңде бір дутар ілдіріліп тұрсын дейді. Сол алам ойнақ дутарын таярлап қойғанбыз. Мархамат, музыкамен алам ойнақ дутарын алып келеміз. Бастаға. Қымбатты уақытыңыз бөліп келіп жатсыз. Енді көрсетуіміз кішкене енді басыланып жатыр. Құда үлкен дутар беретін күндерге де жеткенсін. Рахмет. Рахмет. Рахмет демес. Енді бір өтінішіміз бар. Көп жерде бар ғой. Сауға алғаннан кейін алдым деп қол қойып жіберу керек екен мерге да. Қалай енді шапалақ ұрмаймыз енді? Әзілкеш көрсетуінің жәмәтіне, қала берсе басылаушысы Мақсет Абжамиловқа мен рахметлер айтаман. Басқа каналды көрмей, осы Әзілкеш көрсетуін күтіп, тыңлап отыратығын ықыласпентлеріңіз көп болсын деймін. Рахмет. Демек, мейманда Мақсет Мінекей, Әзілкеш көрсетуінің және бір санына жұмақлайтын уақыт жетіп келді. Күлкі өмірді ұзайтады дейді. Білесіз ғой, күлкі өмірді ұзайтады. Сіздер қанша көп күлсеңіз, біздің Әзілкеш көрсетуіміздің өмірде сонша ұзын болады. Диққатларыңыз үшін рахмет, және көрсеткенше саламат болыңыз.